халқының ежелден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Асық ойындарын көбінесе ер балалар ойнайды. Қазақ халқы ер бала босанатын болса, сол балаға, дүниеге ер бала келетін болса, асықты кішкентайынан бастап жинаған. Қыз балалар жігітті қуыршақтап ойнаған. Асық ойындары балаларды ит-текке, құлаққа, шапшаңдыққа, батылдыққа баулайды. Ал Расул, сен асық туралы не білесің? Ой, тамаша, керемет. Балалар, бүгін біз аңқалапай ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты былай. Қазір мен ордаған асықтарды шашамын. Оның ішінде бір асық бар. Бұл ірі малдың асығы, сүйірдің асығы. Оны хан деп атайды. Сол ханды кім алады, ол бала жеңімпаз болады. Және кім асықты көбірек алып жинайды, сол бала жеңімпаз. Оның шарты түсінікті ме?